Мен Егіндікі жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші сынып оқушысы болып Дастан. 100 жаңа есім номинациясы бойынша қатысып отырмын. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Түймеш қызы Жібек. 100 жасаған күйеуана. Түймеш қызы Жібек 1912 жылы қазіргі Атырау облысында дүниеге келген. Түймештен 3 қыз Жібек, Тәрбия, Бағила. Түймеш өз заманындағы бай, қуатты адам болған деседі. 1928 жылы кәмпескелеу кезінде дүние мүлкі талан-таражға салынып, әжеміз 2 сіңлісі мен Орынборға жер аударылады. 2 сіңлісі интернатқа тапсырып, әжеміз қазіргі Ақтөбе қаласындағы теміржол бекеті құрылысына жұмысқа тұрады. Отбасылық өмірі. Атамыз Басарұлы Зейнолла екеуі Ақтөбе қаласының теміржол құрылыс жұмыстары кезінде танысып отбасын құрады. Жас отбасы Зейнолла атамыз бен Жібек әжеміз Ақтөбе қаласынан Калинин совхозына көшіп келіп жұмысқа тұрады. Атамыз бухгалтер қызметінде болса, әжеміз сауыншы болған. 1939 жылы тұңғыштары Зейнолла ұлы Каримолла дүниеге келеді. Шөбересінің қызығын көрген ардагер. 2 немересін аяқтандырып үйлендіріп, Жібек әжеміз 6 шөбере көрді. Шөберелерінің қызығын көріп, әжеміз 2011 жылы 100-ге таяған жасында өмірден өтті. Басынан небір қилы заманды өткеріп, талай нәубетті көріп, бар өмірін еселі еңбекке арнаған Қайсар ана ұрпағының амандығын, заманның тыныштығын тілеген. Немере естелігіне. Немересі Базаров Бөкенбай. Әжеміздің сол кездегі сөздері әлі есімде. Мен өлсем, сендер ешкімге керек емессіңдер, балалар үйінен бірақ шығасыңдар дейтін. Ағам екеуміз сабақтан қашып, әжемізге көмектесеміз. Үлкен кісі мал жайламасын деп, болмаса үй шаруасын жасайын деп бірдеңеге ұшырап қалса деп қатты қорқатынбыз. Көкжібек атанған әже. Қоғамымызда жетім баланы қабылдамау сол кездерден бері орын алған. Анасынан айырылып әжелерінің қолында қалған ұлдарды отбасы көп бөлетін. Тіпті көрші балалардан таяқты да жейтін. Жасы 70-тен асқан, көз жанары кеткен, құлағы да дұрыс естімейтін Жібек әжеміз немерелерін қорғаштап, қолына таяқ алып алдына келген жасты да кәрілер таяқтап ауыл арасында Көкжібек атанып кеткен. Немерелерімен жалғыз қалған әже. Әжеміздің жалғыз ұлы Каримолла 1965 жылы 10-шы есімді бойжеткеннің отбасын құрып, 1966 және 1968 жылы 2 ұлы дүниеге келеді. Бірақ тағдыр тәлкегі бұрыншаның өмірін қысқа қылды. Атамыз Каримоллаға бұл ауыр тиіп, ұлдарын сенімді адам өз анасына тастап, басқа жаққа жер аударуға мәжбүр болады. Жібек әжеміз кішкентай 2 немересін тағы да жалғыз қалады. Денсаулығы жарамаса да шиітті 2 баланы бауырына басып адам қатарына қосты. Тыл ардагері. Соғыс басталып ел басына күн туған кезде әжеміз қол қусырып отырып қалмады. Жасына еңбек қорлығымен ерекшеленген әжеміз қара жұмысқа жегілді. 2 жасар баласына қарамастан 6 өгіз жетектеп, сабан айдап, жер жыртты. Жылқы бағып, ер азаматтың жұмысын атқарды. Бос уақытында майданға шұлық пен шәлі тоқып жіберіп отырған. Тыл ардагерлерінің еңбегі қоғамда толық айтылмай, көңіл аударылмай келеді. Түнде ұйқы, күндіз күлкі көрмей соғысқа аттанған азаматтардың аман-есен оралуын тілеген әжелеріміздің соғыста жеңіске жетуімізде үлесі зор. Ұлы жеңістің 65-70 жылдық медальдарының иегері. Жалғыз қалған ана. 1941 жылы сұрапыл соғыс басталып, әжеміз Жібек жолдасы Басарұлы Зейнолланы майданға жіберуге мәжбүр болады. Қолындағы сәбиі, 2 жасар ұлы Каримолла екеуі жалғыз қалады. 1940 жылы майданнан қаралы хабар келіп, әжеміз жолдасынан айырылады.